Жалпы мен өмірімде халқымыздың біртуар ұлы Қаныш Имантайұлы Сәтпаевқа қарыздар адаммын. Біріншіден, ол кісі мені кішкентай күнімде ажал араннан аман алып қалды. Екіншіден, кәмелетті жасқа келгенімде мамандық таңдауыма көмектесті. Үшіншіден, жұмысқа орналасуыма ықпал етіп, өмір бойғы мұратымның темірқазығына айналған археология ғылымына бағыт сілтеп жіберді. Мен әке жағынан Баянауылдағы атақты Мұса Шормановтың ұрпағымын, ал шеше жағынан Қаныш ағаның жиені болып келемін. Ауылы аралас, қойы қоралас отбасылар 1932 жылғы қазақ даласын жайлаған алапат ашаршылықта қатты есеңгіреді. Елге қырылу қаупі төнді, қырылып та жатты. Ол кезде Қаныш Имантайұлы Балқаштағы Қарсақпай мыс қорыту комбинаты геологиялық барлау қызметінің жетекшісі еді. Бір күні Қаныш ағаға жағдай қиын, елде алапат ашаршылық болып жатыр деп Баянауылдан арнайы жіберілген адам келеді. Мына хабарды естігенде Қанекеңнің жүрегі қан жылайды, бірақ дереу есін жиып шұғыл шешім қабылдайды. Ол Ұлытаудағы геологиялық барлау партиясына кеттім деген сылтаумен полуторка машинасын алып Баянауылға қарай тартады. Ит арқасы қияндағы Балқаш пен Жасыбайдың арасында қанша жүргені белгісіз. Елге келсе, бір кездері 30-40 түтін болып отыратын Сәтпай ауылының тоз-тоз шыққанын көреді. Жартысы омбыға, қалғаны Қарағандыға ауып, ештеңесі қалмаған екен. Үлкендерің бір Құдайға аманат, ал балаларды маған беріңдер, бәрін жиып алып кетейін. Бұларды аман алып қалудың жалғыз жолы осы, дейді ісіп кеуіп жатқан туыстарына әкелген азық түлігін үлестіріп жатып көңілі бұзылған ол. Сөйтетте Керегетастағы Аужан қыстауында отырған жездесі Ақыштың, яғни біздің отбасымыздың шамасын білуге бұрылады. Келсе шешем Ғазиза қайтыс болыпты. Үйден аштықтан әбден әлсіреп жатқан бауырым Рашат екеумізді көреді. Орыс шофері екеуі бізді арқаларына салып алып, сайдағы машиналарына келеді. Екеумізді кузов үстіндегі өзге жетімектерге қосып алып, Қарсақбайға қарай жүріп кетеді. Сол кезде мен 8 жаста едім. Керегетастан шыққан соң еш жерге тоқтамай, бір күн бір түн жүргеніміз есімде. Машина үстіндегі қаптаған арық-тұрақ балалардың ішінде бір ғана ересек адам болды. Ол Қанекеңнің інісі Тәрмізи аға еді. Міне сол туысымыз қарнымыз аштау деген кезде үстіміздегі құрым киізді көтереді де, оның астындағы бүк түсіп жатқан біздің аузымызға су тамызады. Содан соң әрқайсымыздың қолымызға тілдей ғана қатқан нанды ұстатып, жамылғымен қайта бүркеп тастайды. Баратын жерге жақын қалған болуымыз керек. 3-ші күннің сәскесінде машина бір төбенің етегіне келіп тоқтады. Міне осы жерде Қаныш аға мен шофер бізді жерге түсіріп, өздері кәдімгідей көзілдіріп алды. Содан соң қайта қозғалдық. Ертесінде таң құлан ектеніп атқанда Қарсақпай көшелеріне де келіп кірдік-ау. Қаныш аға үйіне келісімен Таисия жеңгейді зыр қақтыра жүгіртіп, қаланың бір шетінде тұратын енесі Фелиция Васильевнаны шақыртты. Олар бізді тамақтандырып, сонымен бір мезетте ауладағы қазанға су ыстуға кірісті. Бәріміздің шашымыз бен тырнағымызды алып, бүкіл баланы ал кеп шомылдырсын дейсің. Содан 11 жан Қанекеңнің 3 бөлмелі үйінде тұрып, бір айдан соң ол кісі ересектерімізді пансионатқа орналастырды. Бірақ Рашат пен мені қолдарына алып қалды. Сөйтті де сол Қарсақбайдағы мектепке оқуға берді.